балалар. Мына алдарында суреттерді аласыңдар да, 3 топқа бірігіп отырасыңдар. Түсінікті ғой? Кәнекей барлығымыз суретті таңдай отырып, топтарымызға суреттен аламыз балалар, бірақ суреттен алайық. Бір суреттен аламыз. Кәнекей тақтаға қараймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар қоршаған орта сабағынан жерде, суда, ауада өмір сүретін заттармен танысамыз балалар. Ең бірінші мына тақтадағы заттарды көрдіңіз, бұл жерде балалар қоршаған ортадағы барлық мекен ететін заттарды көріп отырмыз, иә? Ең алдымен бірінші қараймыз. Мынау қандай тіршілік иесі? Бүркіт, ол қайда өмір сүреді? Аспанда ұшады, иә балалар? Аспанда ұшады. Ал мынау қандай тіршілік иесі? Инелік, иә? Инелік те ол қандай жануар? Олда ұшатын, аспанда ұшатын жануар. Ал енді мына жерде ненің суретін көріп тұрмыз? Көліктерде де суда және ауада, аспанда ұшатын көліктер бар екен. Бізде жерде жүретін көліктер және суда жүретін көліктердің түрлерін көріп тұрмыз. Мысалы, суда жүзетін қайық, аспанда ұшатын ұшақ, ал жерде жүретін машина. Ал енді мына жерде көріп қайық емес, бұл жерде суреті ғана. Қайық ол суда жүзеді, иә? Судалы ол қандай тіршілік иесі? Иә, суда өмір сүреді, иә? Тек қана суда. Ал енді мынау қандай тіршілік иесі балалар? Кенгуру. Бұл да балалар жаңағы жерде мекен ететін жануарлардың бірі екен балалар. Енді осы қазір мынау қандай жануар? Мынаның суреті қандай жануар? Күшік, иә, ит десек болады. Иттің баласы күшік, иә балалар? Ол 7 қазынаның бірі. Ол үйде өмір сүреді. Үйді қорғайды, иә, дұрыс па балалар? Енді бұл тіршілік иелерінің барлығы жерде де, жаңағы суда да, жаңағы аспанда ұшатын тіршілік иелерін көріп тұрмыз. Ал енді балалар біз 3 топқа біріктік. Енді бірінші тобымыз бізде ауа тобы, иә? Екінші тобымыз су тобы, үшінші тобымыз жер. Яғни ауа тобында балалар тек ауада, яғни аспанда ұшатын заттарды қазір мынаған алдымыздағы тұрған аспан суретіне аспанда ғана ұшатын заттарды жабыстырып шығады екенбіз балалар. Түсінікті ғой? Ал су тобында тек судағы өмір сүретін тіршілік иесін жабыстырамыз. Ал үшінші топта балалар жерде мекен ететін заттарды ғана жабыстырып шығамыз. Ал енді балалар осы тапсырманы бастайық. Кәнекей барлығымыз тапсырмамызды орындаймыз. Кәнекей балалар. Жабыстырамыз.
kim? Dimash. Now bizde qayık nesiydi? Sular yüzeydi. Jaraysilar. Kelesi. Altıncı topda. Buna sureti. Yerning suretini ko'rib o'tirmiz ya bolalar. Endi yerda ekan etadilar. Qanday tishlik egasi bor ekan? Qanday zotlar bor ekan? Gul. Traktor. Traktor nesiydi yerda? Yer juriydi. Yerda yashaydi. Poyezd. Bir saylar bolalar. Qaniki yer baxit, yerlar. Qaniki biz osmonda qanday zotlarni ushaqni aytib o'tdik. Qanday zotlar? Ushaq, vertolyot, zumrad, aviatsiya, qush. Jaraysiz. Qaniki endi bolalar bizde oldimizda turgan Ayzeriya Gavhar, oldimizda suda mekenlikni tishlik yerlerin qanday zotlarni mekenlikni aytib o'tishdi. Tag'i Ayzeriya. Ne umur süredi? Mesela menda kaçta yüzüyordu? Suda yüzüyordu bizlerden. Olan yeni süreti bu. Yeni süreti yapsın. Delfin bu sayılarda Gavhar. Yaxşı, jaraysiz da o'tirib. Yerda o'mir suyetdan, ya'ni yerdagi tishlik egasi Ramazon va Fariza. Aytib o'taylik, o'sha qanday bizda yerdagi tishlik egalari bor. Poyezd bilan traktor bizda nesiydi yerda? Juriydi. Al bizda qanday tishlik egalari bor ekan? Ular nega jonivorlar bor ya bolalar? Al gullar nega yuradi bizga? O'simliklarga yotadi ya. Bularda o'sha yerda umr sureti tishlik egalarini biraydi. Yaxshi bolalar o'tiramiz. Endi bugungi taqdirimiz bo'yicha bolalar biz yerda, ya'ni suvda, havoda umr sureti mekenitetni zotlar bilan tanishtirdik. Endi sizlarga so'rab, biz o'sha tishlik egalari suvsiz, havosiz, yerda mekenitetni qanday egalariga tanishtirdik? Tishlik egalariga tanishtirdik. Misal adamlar, jonivorlar havosiz umr süre alamı? Havosiz umr süre almaydı. Alınan jonivorlar suda umr süreti jonivorlar susuz umr süre alamı? Susuz umr süre almaydı ya bolalar. Durust aytadi. Al bolalar, bugungi sababimizda bolalarni bardasham adisi arqali qo'rqinglar. Endişe mana bolalar bizde bardashamning necha ko'zi bor bizde? Qanday tushdi, qanday bolalar bugungi sabaqda tushunganlaring bo'lsa, o'cha qiziqdi bo'lsa, tasdiq tushdi ko'taramiz. Al sabaqda endi bugungi sabaq tushunsiz bo'lgan joyda qizil tustini ko'taramiz. Al sabaq tushunganlaringiz bo'lsa, onda